жалпы енді сізді әрі қаржыгер ретінде, әрі қаржы блогын шешуші ретінде бір сұрақ сұрасам, бұл да қазір қоғамда көп отбасыларда маңызды, тіпті кейбір кезде кикілжіңнің туындауына, ажырасуға дейін алып баруына себеп болып жатады. Отбасылық бюджетті басқару. Жалпы отбасылық бюджет қалай басқарылу керек, отбасылық бюджетті кім ұстау керек деген сұрақтар көп сұралады ғой. Осыған байланысты сіздің ойыңыз. Енді менің анализ жасадым бұл нәрсені. 90% бізде қазақ қоғамында, ол тек қазақта емес, басқа мемлекетте сондай екен, отбасы бюджеті мүлдем жоқ. Басқару дегенде қолым жоқ. Басқарудан бұрын мүлдем жоқ. Бюджет жоқ. Бюджет жоқ. Жоқ нәрсе қалай басқарады? Жоқ, мына жақта ондай ұғым жоқ мүлдем. Тек қана тұтыну. Келген ақшаны анаған жарату керек, мынаған жарату керек, мынаны жабу керек, ету керек, бүйту керек. Ең бірінші осыны қалыптастыру керек екен. Өйткені мен өзім содан өттім. Мені үйтіп тәрбиелеген жоқ. Университетте оны үйретпейді. Отбасы бюджеті, енді 3 лайфхак айтайын, бірінші не істеу керек? Ең бірінші кіріс-шығыс санау керек. Кәдімгі дәптер арнап, арнайы қазір программалар да бар, бірақ әзірге дәптер арнап, бүгін қанша шығын кетті, қандай табыс түсті. Жазып отыру. Кіріс-шығын санау. Айдың соңында жалпы кіріс, жалпы шығын қанша болды. Екеуін алып тастап, пайдасын. Екінші қосымша табыс көздерін табу. Үшінші қосымша табыс көздерден ақшаны жинап, соны активке салу. Актив дегеніміз пайда келетін табыс көздері. Мысалы, бір нәрсені аламыз, жағана мысалы бір камераны алып, біреуге арендаға берсеңіз, ол да активке салынады. Осы 3 лайфхак. Әрқайсысы этаптан тұрады. Сондықтан әзірге біріншіден бастаған дұрыс. Біріншіні игермей жатып, екіншіге өтпеген дұрыс. Осы 3 лайфхакты жақсылап қолданса, қазақ бай болады. Отбасы бюджет шешіледі дейсіз. Шешіледі. Жалпы мынау жиі пікірталас туындатып, жаңағы кикілжің туындататын жағдай бар ғой. Отбасы бюджетті кім басқару керек? Кім басқарады, кім ұстау керек? Енді бұл жерде жалпы алғанда ер адам ұстаған дұрыс. Өйткені ол ақша бұл ер адамға жақындау. Кейбір отбасыларда ер адам өзінің отбасында анасы ұстап көрген ер адам ол ұстай алмайды. Оған үйрету керек енді. Қазір мысалы кейбір әйелдер ойбай ер адам басқару керектен еріне бүйтіп ысыра салады да. Ол сөйтіп өзі ақшасыз қалады, жаңағы келіп тұрған табыс көзі жоғалады, сондай не болды, жағдай болды. Сондықтан бұл әсте болатын нәрсе. Жаймен еркісіне бірінші іштей тапсыруды үйрену керек әйел адам. Өйткені мен байқағаным, кейбір отбасыларда тіпті көбірек па деп қалам кейде. Әйел ұстайды ақшаны. Сондықтан бұл әсте болатын дүние. Тамаша. Яғни бастысы бұл мәселе үшін бұл жерде нақты бір мынау ұстау керек, мынау ұстау керек деген дүние жоқ. Мынау ұстау дұрыс емес, мынау ұстау дұрыс деген дүние жоқ. Кім жақсы басқара алады, сол ұстаған дұрыс қой. Тамаша, керемет.